Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Мен бүгінгі видеомда сізге тригонометриялық иррационалдық теңдеудің шешімін көрсеткім келіп отыр. Есептің шарты минус түбір астында синус 2х тен түбір астында косинус х азайту синус х азайту 1. Сонымен осы теңдеуді шығарайық. Біріншіден, бізде өрнектің екі жағы да түбірдің астында болғандықтан бізге анықталу облысын жазып өту керек. Бұндай тригонометриялық теңдеулерде, жалпы иррационалдық теңдеулерде екеуін біреуін анықталу облысын жазсақ негізі бізге жеткілікті. Ол не үшін екенін қазір айтып өтем. Яғни косинус х азайтылған синус х азайту 1, яғни оң жағын анықталу облысын жазайық. Ол түбірдің астында болғандықтан нөлден үлкен немесе тең. Және осы екі теңдеудің екі жағын квадраттап жіберейік. Сонда түбір кетіп қалады. Синус 2х тең болады косинус х азайту синус х азайту 1. Сонымен бізге косинус х синус х және синус 2х байланыстыру керек. Біз жақсы білетін формуламыз ол, яғни бізде синус 2х ол 2 синус х косинус х екені белгілі. Сондықтан біз осы формуланы яғни пайдаланып осы теңдеуімізді түрлендіруге тырысайық. Косинус х азайту синус х бізде тағы да белгілі тригонометриялық негізгі тепе-теңдік, ол синус пен косинустың квадраттары қосындысы 1-ге тең. Яғни осыдан қазір бірдеңені шығарайық. Осы арқылы байланыстырайық. Бізге мысал үшін косинус пен синустың айырмасын квадраттасақ не шығатынын көрейік. Яғни косинустың квадраты шығады, азайту 2 косинус синус және қосылған синус квадрат. 2 косинус синус дегеніміз синус 2х, яғни мына формула бойынша. Ал косинус квадрат пен синус квадраттың қосындысы бізде 1-ге тең. Яғни косинус х азайту синус х-тің квадраты бізде 1 азайту синус 2х екенін анықтадық. Бұл түсінікті болды, барлығы. Сонымен косинус х, енді осы жерде қарайық. Мына жерде косинус х азайту синус х деген бар бізде. Егер біз осыны т деп белгілейтін болсақ, онда біз теңдеуімізді былай жазсақ болады. Яғни синус 2х дегеніміз, синус 2х-ті былай өткіземіз. Мына жерде жаза салайын, шатасып кетпеуім үшін. Мынаны мен т деп белгіледім. Т деп мен косинус х азайту синус х-ті т деп белгіледім. Сонда мына т квадрат болып тұр. Яғни т квадрат тең болады 1 азайту синус 2х. Осы жерде синус 2х неге тең? Синус 2х былай лақтырамыз, сонда 1 азайту т квадрат. Бұл түсінікті. 1 азайту т квадрат ол синус 2х. Оны осы теңдеуге апарып қоямыз. Яғни мына жерде белгілегенімізде косинус х азайту синус х ол т. Яғни мен мынау қазір басқа түспен жазайын. Яғни мен мынаны т деп белгілеймін. Сонда мынауымыз бізде 1 азайту т квадрат. Мынау 1 азайту т квадрат. Түсінікті. Сонда бізде мынандай теңдеу шықты. 1 азайту т квадрат тең т азайту 1. Түсінікті, я косинус х минус синус х дегенді мен т деп белгіледім. Сонымен бізде 1 азайту т квадрат тең т азайту 1 деген теңдеу шықты. Ол теңдеуден бізде т квадрат қосылған т, так, мынау бері қарай келеді, тең 0 деген теңдеу шығады. Және бізде косинус х минус синус х минус 1 үлкен 0-ден, яғни мынауымыз деген жаңа көрсеткендей бұл т болды. Яғни т азайту 1 үлкен 0-ден, яғни т үлкен немесе тең 1-ден. Осындай жүйе шықты. Енді осыны ары қарай шығарайық. Так, т квадрат қосу т азайту 2. Бұл теңдеуді шешейік. 1-ден жіктей салайық екі жақшаға. Сонымен не болды бұл жерде? Бұл жерде болады. Так. Күнде шығарып жүрген есеп, бірақ постоянно ұмытып қаласың жауаптарын. Так, 1 деген түбір келіп тұр, яғни т минус 1 деген түбір бар. Мен осылай есептей салайыншы жылдам. Т минус 1 болса, онда мұнда т плюс 2 болады. Болды. 1 түсінікті, я 1 деген түбір 1 қойсақ келеді. Яғни т минус 1 деген
сонымен ары қарай енді дискриминантпен шеше салуға болады, оны уақытын алғым келіп тұрған жоқ. Және т үлкен немесе тең 1. Сонымен т тең 1 және т тең минус 2 деген екі жауап шықты. Бірақ т үлкен немесе тең 1 деген шартты біз қарастырғандықтан мынау жауапты біз алмаймыз. Сонымен т тең 1 болды. Т тең 1 болса, т бізде есімізде болса косинус x азайту синус x, яғни ол тең 1-ге. Косинус x азайту синус x, бұның формуласы бар. Формуланы жатқа білулерің керек. Сонымен ол формуланы мен түсіндіріп жатпаймын. т басты 2 косинус x қосылған пи бөлі 4 тең 1. Бұдан косинус x қосылған пи бөлі 4 тең 1 т басты 2. 1 бөлі т басты 2, яғни бұл 45 градус. Бұдан шығады x тең косинус бізде минус пи бөлі 4 плюс 2 пиен. Және мынау плюс-минус, және мынау плюс пи бөлі 4 минус болып кетеді мына жерге. Немесе керісінше орнын ауыстырып жасаса да болады. Минус пи бөлі 4 плюс-минус пи бөлі 4 қосу 2 пиен. Бұл жерде бүтін сан. Сонымен есептің жауабы шықты. Есептің жауабы осы болады. Және мен бұл есепті оқушыларға түсіндірген кезде сұрап жатады. Есептің басына оралайық. Неге біз оң жағын ғана қарастырдық, сол жағын қарастырған жоқпыз анықталу облысында. Тек косинус x азайту синус x азайту 1-ді үлкен немесе тең 0. Бұл жерде екі жағында қарастырса болады. Просто есептің кішкене шығару жолы көбейеді. Жалпы негізі әсер етпейді. Себебі логикалық түрде ойланыңыз. Бізге теңдеудің оң жағы және сол жағында қанағаттандыратын нүктелер қажет. Ол нүктелер осы теңдеудің шешімін қанағаттандырады. Егер бұл жерде артық шешім шықса, мысалы басқа шешім шықты, мысалы т тең минус 2. Мысалы мынаның шешімі болса, онда ол мынаның шешімі болып тұрған жоқ па, яғни ол келіп тұрған жоқ бұл шешімге. Және егер синус 2x басқа бір мәнде осы теңдеу синус 2x үшін орындалса, ол мынау теңдеу үшін орындалмайды. Себебі онда ол жауаптар шығарады. Яғни жалпы бұл жерде түсінікті. Енді мен оқушыларды қатты қазір не қылғым келіп тұрған жоқ теориялық мәселеге. Жалпы бұл есептің шығару тәсілін көрсеттім. Және сізге айтатын нәрсе осындай радикалдық радикалдық осындай теңдеулерде тек бір жағын ғана қарастырсаңыз жеткілікті. Одан артық жауап та кем жауап та шықпайды, нақты сол есептің жауабы шығады. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Ұнап жатса лайк басып каналыма жазылыңыздар.